Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен Excel бағдарламасында қалай жұмыс жасаймыз? Көбінесе комментарийға осы туралы жазған екен, Excel туралы айтып кетіңіз деп. Сол бойынша айтқым келіп тұр. Excel мен жұмыс жасаған өте оңай, құрметті сынып жетекшілер, әріптестер. Ол үшін мен сіздерді таныстырып өтейін. Ең бірінші таныстырмастан бұрын асты бетіне мән беріп қарасаңыздар, осы асты бетіндегі лист 1, лист 2-лерді қалай өзгертеміз, қалай жасаймыз, сол туралы айтып кетейін. Ол үшін сіздер мышканың оң жағын басып перенимать етесіздер. Перенимать дегенді басасыздар. Сол кезде листке атау беруге болады. Мысалы, мен 5-ші Б сыныбының класс жетекшісі болайын. Және осы 5-ші Б сынып деп осы жерге жазып қоям. Енді осы сыныпты жазғаннан кейін мен осыған түс беруіме болады. Міне цвет деген тұр ғой, осы цветтен сары түсті белгілеп алайын. Және келесі лист, бұл көбінесе ата-аналарменен жұмыс жасағандықтан ата-ана деп қояйын. Ата-ана. Бір документ, осы бір Excel форматта бәрі дайын тұрған осы листтер арқылы көруге болады. Енді бұның түсін, цветін мен қызыл қылып қояйын. Мінекей. Оны келесі листті басқан кезде осы түстер шығатын болады. Және қандай да сыныпқа керек зат болса, осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, сабақ кестесі бола ма? Өздеріңіздің неңізге қарайсыздар, осылай сабақ кестесі деп қойсаң, бір бетке қойсақ, бір бетте бәрі көрініп тұратын болады. Сабақ кестесі. Міне. Осыны енді тағы түске кіру үшін сіздерде, мысалы, жасыл түсті қабылдайық. Мысалы, жасыл түсті. Міне. Сыныбыңыздың тізімі түсті, ата-анасының тізімі және сабақ кестеңіз. Егер мына лист керек емес болса, онда мышканың сол жағын басып, удалить етіп өшіріп тастасаңыздар болады. Бұл асты бетіндегі жұмыс. Енді жоғары жағына қарасақ, бұл бізде меню деп аталады. Мынаның бәрі, яғни главная вставка, разметки, бұлар вкладка деп аталады. Әр менюдің ішінде қарап тұрсаңыздар, шрифті болады, бронирование дейді, число, енді бұның бәрін сіздер білесіздер деп ойлаймын. Әрқайсысын басқан кезде міне асты бетіне осылай түсіп отырады. Енді бұл сіздердің Microsoft Office-тың қандай жылда шыққанына байланысты әртүрлі өзгеріп тұруы мүмкін. Енді главный беттегі келсек, менюда бұл жерде A, B, C деген әріптер тұр. Бұл латын әріптерімен берілген. Бізде бұл информатика тілімен болмаса Excel тілімен сөйлейтін болсақ, бұны бағандар дейміз. Ал 1, 2 деген бұл жолдар деп атайды. Жол болып есептеледі. Осы жол мен ұяшықтың жол менен бағанның қиылысы бұл ұяшық деп аталады. Енді осы жерге біз сыныбымызды жазатын боламыз. Мысалы, мен 5-ші Б сыныбы деп жазайын. Бас әріппен жазайын, енді 5-ші сыныбы. Болмаса сынып деп қояйын. Міне қарап тұрсаңыздар, бұл B және C бөліміне түсті. Осыны біріктіру үшін көбінесе ерекше алып, бұны ортаға қоюға болады. По центру дейді. Бұны ортаға қойған кезде міне ортаға жылжиды. Болмаса, бұл жерде бас әріппен жазу керек. Әрбір литераны асығыстық етпеу керек. Сол үшін бас әріппен жазып көрсетейік. Енді мына қарап тұрсаңыздар, Б және С-ға екеуіне бірігіп кетті ғой бұл. Яғни бұл екі ұяшықтың арасын ашу үшін мынандай қосу белгі болады, соны ашсаңыздар да болады. Ненің ортасына келіп тұрады. Болмаса, мына жерден шетке қойсаңыздар болады. Бұлай қылсаңыз көтеріледі, бұлай қылсаңыз түседі, және бұлай ортаға, мына жерге қойсақ та болады. Бірақ қарап тұрғаныңыздай, мына жерде белгі бұлай тұр. Енді бұл орынды көп алатын болғандықтан, сіздер мышканың белгілеп алып, оң жағынан басып, формат ячейкаға кіріп, выравниваниенің ішінен объединить дегенді бассаңыздар, сол кезде ашылады. Енді біз оқушылардың мына жерге фамилиясын жазамыз. Болмаса тегі дейміз ғой. Тегі,
және мына жерге аты. Мен қазақша болғандықтан қазақша жазып жатырмын. Мысалы туған күні. Және көбінесе бізде қазіргі таңда ЖСН сұралады. Болмаса біз оны иін дейміз, осы ЖСН-ін жазып қояйын. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде осылай келді. Мен бұны сіздерге фамилияларын жазып отырмау үшін арнайы дайындап қойғам. Осыларды копировать етіп алайын және өзімнің сол Excel-іме апарып қояйын. Уақыттан тиымдау үшін. Енді қарасаңыздар, бізге осылай әдемі болып түскен жоқ, әдемі болып түскен жоқ. Оның аралары міне осылай ашып жіберуге болады. Енді мұқият қарап отырсаңыздар, мына фамилиясында болып кетті. Бұларды да міне плюс белгісі бар, осылай ашуға болады. Әдемі қылып ашуға болады. Енді қарап тұрсаңыздар, міне фамилиясы аты шықты, ал біз тегін жазуды ұмытып кеттік. Әкесінің атын жазып кеттік. Ол үшін осы С деген ұяшыққа барып, мышканың оң жағын басып, вставить десек, бізге өз алдына бір графа түседі. Сонда Аружанның әкесінің атын жазуға болады. Мына жерге әкесінің аты деп жазып қояйын. Әкесінің аты. Енді мына жерде Болатбек қызы. Мына жерде Азат ұлы. Осылай. Енді өздеріңіз жаңағы жазып отырасыздар. Азат ұлы. Мына жерде Азат ұлы. Мына жерде мысалы Бахрам қызы. Ара қарай өздеріңіз аттарын жазып отырасыздар. Осылай жазуға болады, вставить етіп қоюға. Және бұны әдемілеуге болады. Енді қарасаңыздар, туылған күні түсті. Бұны да ашып қоюға болады. Бұны ортаға қойсаңыздар болады, белгілеп алып, мінекей. Сонда әдемі көрінеді. Енді иініне қарасаңыздар, бізде алды бетіндегі нөлдер көрінбей қалды, байқап тұрсаңыздар. Оны көру үшін осы графаны полный белгілеп алып, мышканың оң жағына басып, және формат ячейкаға кіресіздер. Выравниваниенің ішінде число деп тұрады. Числоның ішінде текстовойға қоясыздар. Текстовой, сосын және асты бетінде окейді бассаңыздар, автомат түрде міне жаңағы түсіп отырады. Мінекей. Енді мұнан ашып жіберсеңіздер, бәріне солай түседі. Көріп отырсыздар ма? Бәріне 0 деп қойып отырасыздар. Автомат түрде сонда оқылатұғым болады. Бәріне түсті. Және байқасаңыздар, мына жерде жасыл түсте жазылып тұрды. Енді мен мына жерде фамилияларын қайта-қайта көшіріп отырмайтын болғандықтан, біреуін алайын да көшіре салайын. Әдемі болып көріну үшін, уақыттан алмау үшін. Осылай түсті. Енді бізде мына жерде әрбір жазған кезімізде сіздерге нақты болу үшін айтып отырмын, құрметті әріптестер. Мына жерге номерді қою үшін да мына А деген B дейміз ғой, E деген сөздің ортасын бассаңыздар, осылай шығады, және вставить етесіздер, сонда бір графа ашылады. Және осы бір графаға номерді қойсаңыздар болады. Және номерді белгілеп алып, бұны бәріміз білеміз, және тартып жіберсеңіздер, осындай баланың саны шығады. Енді мына жерге бізде әдемі болып көріну үшін граница қоюымыз керек. Яғни, мына әрбір ұяшық әдемі түсу үшін осы жерден белгілеп алып, все границы деп тұрады, осыны қойсаңыздар әдемі шығады. Және өзіңіздің ыңғайыңызға қарап әдемілеп осылай қоюға болады. Енді бұл жерде сіздер шрифтті көбінесе, бізде ұсынылған шрифт Тайманстен роман деген бар, осы шрифтпенен жазуларыңыз керек. Мына жерде қарасаңыздар,
асты бетіне түссеңіздер осылай шығады және әдемі түседі және 12-ші шрифтпенен жазамыз. Енді бізге көзге көрініп тұру үшін біз бірінші графамызды жирный қылып және курсорный қылып қойсаңыз да болады. Бұл енді өзіңіздің қалауыңыз, ал қалғаны бір түрлі шрифтпенен жазылады. Енді мына жерде 5-ші Б сынып деп жаздық, бірақ сынып жетекшісі сыймай қалды. Бұны асты бетіне жазу керек болса, ол үшін міне бірдің үстіне басасыз да вставить етесіздер. Енді вставить еткенде бұл жерде сізде жоғары жағына түсті, бізге жоғары жағы керек емес, асты бетіне түсу керек болатын болса, міне 3-ші ұяшықтың үстіне барып вставить етесіз. Көрдіңіз ба? Мына жерге енді сынып жетекшісі деп жазып қоясыздар. Ол үшін бірінші сынып жетекшісі өзімнің фамилиямды жазайын. Және көбінесе бұл энсалмен жазылады. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай міне біріктіріп ортаға жазу үшін ерекшелеп белгілеп аласыздар да. Формат ячейкаға кіріп, равнебанияның ішінде объединить ячейку дейсіздер. Сол кезде ортаға өзі автомат түрде түседі. Енді бізге бұл әдемі көрініп тұру үшін, қай класс болғаны үшін бұны жирный қылып қойсақ болады. Міне осылай жұмыстарымызды істей береміз. Бұл құрметті әріптестер, менің каналыма тіркеліңдер, лайк, комментарий басыңыздар. Келесі сабағымда бұдан да Excel бағдарламасы бойынша қалған менюдағы вставкалар бойынша түсіндіріліп өтеміз. Бұл тек қазірше біздің сынып жетекшілерінің қойған сұрақтары бойынша жауап берген түрім. Енді осылай жазып өздеріңіз ары қарай жұмыстарыңызды істей бересіз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тағы менің каналыма тіркеліңіздер, лайк, комментарий жазыңыздар. Комментарийға қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыздар, сол бойынша жазсаңыздар, мен әрқайсысының сұрағына жауап беремін. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.